Ассалаумағалейкум жігіттер. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, каналды қолдап кетеміз. Ассалаумағалейкум жігіттер, достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики канала. Алға шықпағаныма да бір 4-5 күннің ай үстіне шығып кетті. Ке, мә, атаман, ке. 4-5 күннің үстіне шығып кетті. Малды қарап кетейін деген ой, түгендеп кетейін, құрттап жатқаны жоқ па, құлындар түгел ме? Кішкене биелердің күйі кеткен екен, айғыр енді жақсы. Көкше бием біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Бір қолын ана жерде жатырған сияқты. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Көшім бием, контини, шуақ, көкше бие, жидек құлынымен. С ними все в порядке. Вот он, жеребец стоит мой по кличке Атаман. Атаман на месте. Маша на месте. Вот там, которая поздно жеребилась. Кобылка. Мотылек на месте с ребенком. Вот серый здесь стоит. Вот здесь кушумская порода. Кобыла с баяном двухгодовалым, байталкой. Двухгодовалой байталкой. Кобылкой, короче. Она в следующем, 24-м году должна жеребиться. Еще с ними вот этот тоже жеребенок. Она самка. Клички Контини. Мына төбелі бар бәсе, мұнда жоқ. Ке. Серый, ке. Молодец, серый. Серый, красавица, серый, ке. Ай, хорош. Серый сен биыл осы шықпаған боларсың, не болса да. Бұл түрлі өткенде шыққандай болып көрініп едің. Күйің жақсы енді. Серега. Осындай тема, джиги, малжан аман, түгел, байталдар бәрі. Үйірде ешкім бөлінбепті, ешқандай не айырылмапты. Вот здесь кобылка. Кобылка братишки. Соңғы 5-6 күннен бері осы GPS-ның сигналымен бақылап отырмын. Осы маңда жүрдік, көп алыстаған жоқ. 1-2 километр, 3-4 километр әргірек, бұлай. Мына жаққа шығады.
Сол сулар мына жерде жақын, барып ішіп келіп осы маңда жүр әзірге. Енді ертең кішкене күн салқындай бастағасын жайлап. Серега күн салқындағасын жайлап қозғалатын шығар мүмкін. Бірақ қазір бізде Атырауда ыстық ауа райы 40-45 градус, 50 градусқа дейін тақап тұр. Старт нәм болыпты. Сейчас у нас стоит погода жаркая. Плюс 45, доходит до 50. Вот они здесь ходят. Вот здесь водопой недалеко отсюда. Вот. Ничего, с ними все в порядке. Вот такие дела, друзья. Машинка. Ке. Старт. Ке. Машинка. Хорош машинка. Ке. Мынау атаманның құлыны еркек. Қалғандарының бәрі түгелдік дерлік ұрғаш түсіп жатыр. Биылға сол көрінген алғашқы құлыны сәуір айында туды. Старт деп атадым. Машинка, хорош машинка. Эй, апельсин! Апельсинчик! Ең кіші құлын енесінің қасында жүр екен. Бұның да туғанына 20 күннің үстіне шығып кетті. Ай енді болады, Құдай қаласа. Атаманның құлындары деп апельсин деп атадық деп салған болатынмын. Видео каналда тұр. Каналда тұр видео. Так, осындай жағдай, достар. Түгендік бетейін деп шығып, Құдай қаласа осы бір жұманың төңірегінде, болмаса бір 10 шақты күнде барлығын таңбалайтын боламыз. Ішіндегілерді. Жолдас шектерін білмеймін, енді олар таңбалататын таңбалатпайтын, мен өзім таңбалайын деп тұрмын. Мен шекте таңбалайын дейді өзінің малдарын. Так, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, комментарий қалдырып жаза кетеміз, жігіттер. Каналға тіркелеміз. Лайк басамыз. Если видео понравилось, ставим лайки, друзья. Комментируем. Подписываемся на канал. Баршаңызға деген құрметпен, Атакәсіп Қазақ YouTube арнасы. С уважением всем. YouTube канал Атакәсіп Қазақ. Поддержите лайком, друзья.